Депутат Мұсабаев Самат Базарбайұлы. Рахмет, құрметті төраға. Менің берейін отқан сұрақтарымды әріптестерім қойып кетті. Сонда да бір кішкене нақтылау. Егер жаңағы келісім шартта әскеріміз үшінші тарапқа бермей және тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттері қарсы қолданылмайды деген. Егер берген жағдайда, қолданатын жағдайды қалай анықтайсыздар? Егер сондай жағдай болғанда қандай шара қолданады? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым енді бұл мәселеге қатысты емес, бірақ елдің бір аманаты бар. Кешегі өзіңіз білесіз, жақын арада болған мына Қордайда, Жамбыл облысында, Маңғыстау облысының 18 жасқа толған, бірақ әлі бүгінге дейін присягасын қабылдамаған азамат қайтыс болды. Және де сол азаматты өлтірді деп Атырау облысының бір сол өзінің қасындағы бала түрмеге қамалды. Осы жөнінде қазір әлеуметтік үлкен мәселелер қарастырылып жатыр. Осыған бір түсінік беріп кетсеңіздер. Қорғаныс министрлігінен күні бүгінге дейін бірде-бір ешқандай түсінік берілген жоқ. Рахмет. Түсінік бересіз бе әлде? Бұл негізі бүгінгі заң жобасына қатысы жоқ сұрақ, бірақ түсінік бере алсаңыз, беріп кетіңіз. Жақсы. Осы бірінші сұрағына жауап беріңіз. Жаңағы мен жауап бердім, айтқанда тағы да қайтарып айтармын. Қырғызстан тарапы алған мүлікті тек қауіпсіз қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Үшінші тарапқа бермейді. Соның үшін біз оны осы келісімен қарастырылды. Депутат Мұсабаевтың микрофонын қойсыңыз. Менің сұрағым, сіздер берді ме, бермейді ме, қалай анықтайсыздар? Егер анықталған жағдайда қандай шара қолданылады? Осы заңда қарастырылмаған ғой сол. Біз жаңа айттым ғой, рұқсат болса, мен орысша жауап берейін. Создается специальной группой контроля, которая осуществляет контроль за использованием переданного имущества. В случае, если это имущество будет использовано против третьей стороны, в первую очередь Содружество государств, Содружество независимых государств, то, естественно, мы будем применять соответствующие меры. Это, в первую очередь, они подписали договоры соответствующие о нераспространении и неприменении его, кыргызская сторона. Но и в случае его применения, то эти группы контроля, они будут осуществлять этот контроль, и в последующем будет предъявлено к ним обращение, соответствующие ноты, и в случае повторения не предоставлять этой помощи в последующем. Жақсы, басқа сұрақ жоқ қой. Менде бір ескерту бар. Осы жерде мен үкіметтің өкілі отыр. Баяндамашыларға дайындалып келу керек. Жазбаша жауап беру деген ол бір сұраққа болар, бірақ бүкіл сұрақтардың бәріне жазбаша жауап беру деген ол болмайды. Онда сіздің келуіңіздің де баяндамашының бұл жерде қажеті жоқ. Хат жазысып отыруымызға болады бір-бірімізбен. Сондықтан бұл өзі бір үлкен тақырыпта емес, белгілі тақырып, жұмыс тобында қаралды, комитетте қаралды, осы сұрақтың бәрі көтерілді. Осыған нақты жауап беруге болады ғой. Сондықтан бұл үкіметтің өкіліне де бүкіл баяндамашыларға үкіметтегі осы ескертуді біздің мәжілістен жеткізіңіздер.